Мұхтар Шаханов 12-ден ұшталу. Қырқасынан қыран ұшқан, сен ержеткен аймақты. Ертеде бір хан билепті, қайсар әрі қайратты. Қартайса да шапқан аттың құлағында ойнатты. Қия тартқан мақсатына иек артпай қоймапты. Өз елінің абыройын, қорғанысын, ақыл ойын қайтсем биік көтерем деп ойлапты. Бір болса да бірегейлі, хандығына түбегейлі жаңа өзгеріс енгізуге белін мықтап байлапты. Бірақ сорлы жетіп алмай тоқтамының парқына, мынадай бір заң шығарып таратыпты халқына. Кемел ақыл қарттық шақта ғана деп, жастың ісі негізінен шала деп есептелсін. Шалалықтан ел несібі шашылар, сондықтан да барлық билер қазылар, барлық әскер басылар, ісін мінсіз атқарған, сайлансын тек ақсақалды қарттардан. Жастық шақтың мерейін аттап өтіп, таптап өтіп төскөрлей, оның ұлы мүмкіндігін ескермей, тек қарттықтан бастап ел әңгімесін, лезде ұмытты жас қауым тәрбиесін. Сенімсіздік жұрт қолын байлап алды. Алаулаған жастық от қайда қалды? 25-ке келсе де өз көжесін жылап ішер жасықтар пайда болды. Өзек болар ел еді мың дастанға, енді бүгін мұңына мұң қосқан ба? Жау дабылы естілсе бой көрсетті, қор айналып қашатын. Иә, балаусаға тас атқан жан оңбайды, деді жігіт, жұмбағыңыз күрделі-ақ. Әйтсе де оны жұмбақ деуге болмайды, заңдылық ол, заңды білмеу зор қайғы. Егер 12-ден ұшталсақ, ештеңе де қалмайды. Айлар жылдың ұланы, біздің әрбір жылымыз 12 айдан тұрады. 12 айда 3 ай көктем бар екені белгілі. Көктем деген табиғаттың таңғажайып ерлігі. Ол ерліктің даңқын ешкім қағалмайды шеткері. Ал жастық шақ адамзаттың көктемі. Міне осы көктем нәрлі болмаса, әр тіршілік өз қорегін қажетінше алмаса, айрылмай ма бар мағына көріктен, онда шырын үмітіңмен қараңдүз,
Көктемде гүлдемесе алмалар мен өріктер, анау қалған 9 айда қандай жеміс күте аламыз одан біз? Қаншаны алып жегеніңмен пұшайман, бұған қарсы табу қиын күш айла. Қараңызшы 9 айдың тағдыры байлаулы тұр шайға. Оған тіпті жүрмек емес басқазаң, мұны және жұмбақ санау зор қайғы. Сондықтан да 12-ден ешқашан 3-ті алуға болмайды. Алған адам мына біздің қанымыздай сорлайды. Кім өзі бұл? Ойы қылыш сөзі мір. Қан түгесін алардай бар төзімін. Қарап еді о ғажап, ат қосшысын тани кетті өзінің. Еске түсіп қайдағы мен жайдағы, қан күрсіне бас бармағын шайнады. Бітті, мен өлікпін. Қол бастайтын жігіттерді қорада ұстап келіппін. Сорлаппын-ау, қанаттыға болыппын-ау тар мекен. Әттең, қорлаппын-ау жігіттерді нарға тең. Тым кеш келген игілікті ойлардың қайғысынан артық азап бар мекен.